Сәлем достар, біздің ата-апамыз Дубайға ұшып бара жатыр. Күшті сезім болып тұр ма? Күшті сезім. Мама бізде уже үшінші мәрте ұшып бара жатыр. Астанадан бізбен шақырды ғой. Бұл ерекше поездка болайын деп тұр. Бұл ерекше поездкада папа алғаш рет ұшады. Дубайға алғаш рет. Екеуі қара, романтика болып сіз ұшайын деп достар, апа барған кезде күшті қызықты видеолар түсіріңіз мақұл. Просто ең қызығы папаның Дубайға деген реакциясы ғой. Короче, папаның реакциясын әбден түсіріңіз мақұл. Қызық болайын деп тұр ғой бізге. Папа алғаш рет барайын деп тұр. Мама кәдімгі үшінші мәрте барайын деп тұр ғой. Ойбай. Екеу барғасың сен. Сен де үшінші. Мен де үшінші. Достар, ойбай. Короче, достар, өте қызықты видео болайын деп тұр. Апамыздан күшті қызықты видеолар күтеміз ал. Әз ғой екеу. Достар, біз отельге келдік. Міне отеліміз біздің. Міне Томиристің атасы. Міне отелімізді қарасаңыздар, достар. Биік 50 этаж бар ол. Жан-жағымызда осындай керемет биік үйлер, отельдер бар екен. Отельдің алды қандай әдемі. Айналамыз өте әдемі екен. Бұл жақта күн ыстық, барлығы жеңіл киіммен жүр. Енді достар, қазір мен отельдің ішіне обзор жасайтын боламын. Қазір біз тіркеліп аламыз, содан кейін сіздерге отельдің ішін көрсететін боламын. Мына отельге кіріп баратқан жерде қарасаңыздар, керемет жасап болды. Мына жерде қазір Рамазан айы, сондықтан міне Рамазан айына осылай Рамазан айы құтты болсын деп жасап қойыпты. Отельдің кіреберіс жері тап-таза әдемі, керемет, бізге ұнап жатыр. Қазір комнатаны түсіретін боламын. Мына жерде демалатын орындар бар екен. Ал достар, біз отельдегі комнатамызға келдік. Кірген жерде осында аяқ киім шешетін жері бар екен. Одан кейін мынау кухнясы. 2 адамға арналған кухня. Бұда жаңағы холодильнигі бар екен. Неге? Одан кейін микроволновый печкасы бар екен. Шкафтары, ыдыс-аяқ жуатын жері бар екен. Мына шкафтың ішінде ыдыс-аяқтар қажетті. Одан кейін мына жерде бокалдар, етешкісі бар екен. Одан кейін астында бұларда ыдыстар. Тефаль, сулары, өзінің сулары болады. Мына жерде де жаңағы ыдыстар, яғни өзің тамақ жасап жеген келетін болса, осы ыдыстармен тамақ жасап жеуге болады екен. Қауіпсіздік шаралары қолданылған. Одан кейін мына жерде ванна, душевойы бар екен. Неге сүлгілері тап-таза, әдемі. Біздің чемодандарымызды әкеліп берді. Мына жерде телевизор бар екен. Кроват. Комната кең. Міне Томикоштың атасымыз болып отыр. Ұнады оған комната. Мына жерде жаңағы қоятын заттарымыз. Одан кейін мына жерде шкафтар бар екен. Үтігі бар, вешалкалар бар. Жалпы комната бізге ұнады. Тап-таза әдемі екен. Кәдімгі жақсы жайлы екен. Содан кейін біз 19-ші этаждамыз. Мына жерде көріңіздер. Мынау айнадан қараған көріністі қарасаңыздаршы. Биік үйлер. Керемет. Мына жерде отырып шай ішеміз, кофе ішеміз. Күшті екен.
Марина. Бұл Марина районы. Сәл шықсаңыздар мына ортасында су бар. Кеше жақын жүретін болған бұл жерлерде. Сосын бізде жаңа пляж жақын. Бізге комната ұнады, жалпы бәрі ұнады. Достар, қараңыздаршы, мен 3-ші этажда тұрмын. Айналаға көріністі қараңыздаршы, өте керемет. 3-ші этажда бізде бассейн бар екен. Яғни бассейніміз подогревпен оған былай барады екенбіз. Тап-таза, күн әдем болып тұр, жылы. Мына Жасминнің атасы бассейнге киініп алды. Ал. Керемет меніңше. Мынандай биікпен бассейнде шомылатын боламыз. Мына бассейніміз. Ал біздің атамыз Арыстанның атасы бассейнге түсіп жатыр. Қазір көрейік, жүзе алады ма екен, жүзе алмайды ма екен. Мен мұнасы алып өзім бассейнде жүзе алмаймын. Су қандай екен? Жылы ма екен суы? Кән жүзші көрейік. Таза бассейннің суы жып-жылы. Түнде де екен шомыла берсе болады. Керемет енді. Күшті демалыс болайын деп тұр. Одан кейін тағыда мына жақта бетті көрсетіп жіберейін. Мына жерде үлкен жол. Одан кейін мына жақта үлкен ғимараттар. Біз осы районға 2 мәрте келіп тұрғанбыз. Өте керемет район. Бізге қатты ұнайды, сондықтан осы районнан біз үнемі отельді осы районнан аламыз. Міне біздің атамыз шомылып жатыр, жүзе алады. Сіздер де жүзуді үйреніңіздер, осында демалысқа келген кезде емін-еркін өздеріңіз жүзесіздер. Достар, біз Маринаны аралауға шықтық. Әдейі сәл қараңғы болмасын деп жарық кезде бір көрсетіп алайын дедім. Қараңыздаршы, Маринаның ортасында осындай су бар. Оның айналасында адамдар осылай жүретін және демалатын жерлер бар. Одан кейін әдемі биік отельдер орналасқан. Ауа райы керемет болып тұр. Бізге Дубай ұнап жатыр. Қазір кешкі ас ішетін боламыз. Сол кезде видео түсіріп кетемін. Көшкінің атасына Дубай ұнап жатыр. Атасы Дубай ұнап жатыр ма саған? Атасы суретке түсіріп жатыр, видеоға түсіріп жатыр, таныстарды жіберіп жатыр. Сізге Дубай ұнап жатыр ма? Күшті, керемет. Иә, маған да ұнайды, өте қатты ұнайды. Осылай жүремін, ортада катерлер жүр. Биік үйлер өте көп, адамдар да бар. Қазір түсіреміз.
Көп отбасылар балдарымен келеді, кішкентай балдармен келеді. Одан кейін мынандай құрылыстар көп салынып жатыр. Тағы да биік ғимараттар, отельдер, көптеген отельдер, ғимараттар түседі. Мына жерде үлкен катер келе жатыр, ішінде адам көп. Vallahi kayıtlar sözler gereği olmalı. Су терең, түбі көрінбейді. Мынандай катерлер бар, үлкен. Адамдар демалып отыр. Достар, мынау түнгі Дубайды қараңыздаршы, мына жерде яхталар өте көп. Керемет екен, қараңыздар. Светтер өте көп. Атамыз мәз болып таң қалып жүр. Murat falan ne diyeceksin? Биік үйлер өте көп. Жоғары қараймын. 75 этаж екен, санап ерінбей. 75 этаж болды. Түнгі Дубай бізге қатты ұнады. Ал достар, келесі видеомызда көріңіздер. Видеоны сайтыңыздар, лайк басып, коммент жазыңыздар. Қалыңыздар.